Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен салалас құрмалас сөйлем деп аталатын үлкен бір құрмалас сөйлемнің тарауын бастаймыз. Салалас құрмалас сөйлемдер кемінде екі жай сөйлемнен тұрады. Және осы екі жай сөйлем бір-бірімен тең дәрежеде байланысады. Себебі екеуінің де баяндауыштары тиянақты болады. Мысалы, арадағы үтір қойылған жерге, немесе жалғаулықшылау тұрған жерге нүктені қойып тастасақ, әрі қарай әрқайсысы жеке жай сөйлем болып айта беруге әбден болады. Осы құрмаластың, ыңғайлас салаластың жай сөйлемдердің байланысу тәсіліне қарай екіге бөлінеді, ал жай сөйлемдердің арасындағы мағыналық қарым-қатынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Олар ыңғайлас салалас, қарсылықты салалас, түсіндірмелі салалас, себеп салдар салалас, талғаулы салалас және кезектес салалас деп үлкен 6 топқа бөлінеді екен. Және осы салалас құрмалас сөйлемдердің бір-біріменен жай сөйлемдері екі түрлі жол арқылы байланысады. Біріншісі ұласпалы тиянақсыз интонация арқылы, және екіншісі жалғаулық шылаулар арқылы. Кейбір салаластар жалғаулық шылаусыз байланысатын түрлері де бар. Оны кезі келгенде арнайы түсіндіріп өтемін. Міне соның біз бүгін өтейін деп отырмыз ыңғайлас салалас деп аталатын түрі. Ыңғайлас салалас құрмалас дегеніміз құрамындағы жай сөйлемдердің бірінде айтылған ойға, екіншіде айтылған ойдың ыңғайлас, бағыттас, мезгілдес, мәндес келіп отыратын түрін айтады екенбіз. Мысалға, қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді. Бұл жерде өлтіреді деген екі баяндаушта тиянақты. Мына жерге үтірді алып тастап нүкте қойсақ, өз алдына жеке жай сөйлем болып тұра береді. Бірақ бұл жерде екі жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіріп тұр. Және сол ойлар бір-бірімен бағыттас болып тұр. Немесе қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Немесе жақсының жақсылығын айт, нұры тассын. Жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Немесе мақалдардан бөлекті айтуға болады. Мен бүгін сабақ оқытуға келдім, және олимпиадаға дайындадым. Міне, осы сияқты сөйлемдер бір-бірімен бағыттас мезгілдес болып отырса, мұны ыңғайлас салалас дейді екенбіз. Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемнің де бір-біріменен жай сөйлемдері екі түрлі жолмен байланысады. Біріншісі ұласпалы тиянақсыз интонация арқылы, яғни үтір арқылы, немесе жалғаулық шылаулар арқылы. Жалғаулық шылаулары және әрі, да, де және тате деген жалғаулық шылаулары бар екен. Мысалы, мінекей, қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді. Байқап отырсың ба? Екі жай сөйлемнің арасында ешбір жалғаулық шылау жоқ. Бұлар бір-бірімен тиянақсыз ұласпалы интонация арқылы байланысып тұр. Яғни мына жерде мен сәл іркелемде әрі қарай жалғастырып айтып тұрмын. Ал екінші жолы, тәуелсіз еліміздің болашағы жарқын, әрі кемеңгер елбасының көреген саясаты бар. Мына жерде әрі деген жалғаулық шылау тұр. Осыны алып тастап, мына екі жай сөйлемді қосып айтуымызға да болады. Мынаны алып тастасақ, бұл ұласпалы тиянақсыз интонация арқылы байланысу болар еді. Ал мына жерде әрі деген ыңғайлас мәнді жалғаулық шылау қойылғандықтан, бұл жерде екі жай сөйлемнің арасына ешбір үтір қойып отырған жоқпыз. Егер және әрі дейтін жалғаулық шылауларды екі жай сөйлемнің арасына қойып отыратын болсақ, кейде мына жәненің ешбір үтір қоймаймыз. Әрі екі рет қайталанып отырса, онда қойылады. Ал бір-ақ рет келіп отырса, онда бұл екі жай сөйлемнің арасына жалғаулық үтір қойылмайды. Ал да, де, тате дейтін жалғаулық шылаулар болған кезде, бұлар қайталанып отырса, арасына міндетті түрде үтір қойылады екен. Сонымен ыңғайлас салалас дегеніміз екі жай сөйлемдері бір-бірімен бағыттас, мезгілдес, өзара мәндес болып келетін салалас құрмаластың түрі екен.